Құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы, жарықтың толық шағылу заңы дейді. Енді құрметті оқушылар, экранға қарайтын болса, бізде су бар стаканға салынған қасық немесе карандаш дейді. Енді біз тәжірибеде оның орнына шыны түтікшені алдық. Яғни енді қараймыз құрметті оқушылар, мына жерде түтікше бізде көзімізге кішкентай болып көрінеді. Енді бұны суға салған уақытта не байқадыңдар? Қандай айырмашылық болды? Яғни бұл жерде судағы бөлігі, түтікшенің судағы бөлігі бізде үлкен болды, және ауадағы бөлігі кішкентай. Яғни бұл дегеніміз, енді екенге қарай нақты анықтамасын берейік. Бұл қасықтың, яғни шыққан жарық сәулелері ауаға қарағанда, яғни суда басқаша болады. Яғни суда біздің көзімізге бұл үлкен болып көрініп тұр. Келесі. Енді танымды. Егер жарық шоғы екі ортаны бөлетін шекара арқылы өтетін болса, мысалы ауадан суға, яғни онда жарық ағының бір бөлігі шағылады, екінші бір бөлігі жұтылады, не болмаса тағы бір нәрседен өтеді. Енді түскен жарық шағылдыру, сындыру, жұту арқылы біздің осы ерекшеліктің арқасында біздің көзімізге көрінеді екен. Енді екі ортаны бөлетін шекара арқылы өткенде жарықтың таралу бағытының өзгеру жарықтың сынуы деп атаймыз. Яғни келесі, сынған сәуле мен екі ортаны бөлетін шекара, яғни сәуле түскен нүктеден тұрғызылған перпендикуляр арасындағы бұрыш, яғни сыну бұрышы деп аталады. Енді қараймыз суретке. Мына жерде бұл шыны. Шыны деп алайық. Яғни бірінші ортадан күн сәулесі түседі, яғни түскен, альфамен түседі, келесі беттамен шағылып, гаммамен сынады. Яғни бұл жерде альфа, яғни альфа мен бетта бір-біріне тең. Мысалға, альфа 30 Цельсий градуста түсетін болса, 30 градуста түсетін болса, бетта 30 градуста шағылып кетеді. Түсінікті ма? Жақсы қарай жалғастырайық. Енді бұдан қандай тұжырымдама шығады? Түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаны бөлетін беткі сәуле. Түскен нүктеден тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Яғни бір жазықтықта жатады. Сыну бұрышы, синустың сыну бұрышы, синусқа қатынасы. Так, видео көрейік. Сыну көрсеткішін пайдалана отырып, сыну заңын басқа түрде көрсете аламыз. Егер біз екі ортаның сыну көрсеткішін n1 және n2 деп алсақ, сәйкесінше n1 сыны v1-ге, ал n2 сыны v2-ге бөлінуге тең. Снеллюс заңы ретінде белгілі сыну заңы жалпы жағдайда синус альфаның синус бетаға қатынасы n2-ның Синус заңы бойынша синус альфа бөлінген синус бета, яғни n2-ның n1-ге қатынасы болып табылады. n1-ге қатынасына тең деп көрсетіледі. Жақсы, ары жалғастырайық. Енді синус альфа бөлінген синус бета деп n тең бұл формуламен, яғни сыну заңы ғана анықталады екен. Енді бұл заңды ашқан кім? Синус заңы, яғни 17-ші ғасырда, яғни 1621 жылы осы заңды тұжырымдаған екен. Кейіннен, яғни 1630 жылы Декарт оған теориялық негіздеме жасаған болатын. Енді формуладағы n дегеніміз не? Біз үшін бұл жаңа әрбір n дегеніміз сыну көрсеткіші деп аталады. Келесі. Екі орта үшін, яғни нақты формуласына айтайық, екі орта үшін, яғни ауа, су, ауа шыны заттың сыну көрсеткіші, яғни осы формулаға тең болады. S бөлінген V. Ол жердегі S дегеніміз жарық жылдамдығы, яғни вакуумдағы жарық жылдамдығы. Ал V болса ортадағы жылдамдығы. Енді осы синус альфа бөлінген синус беттамен n тең S бөлінген V формуласын біріктірсек, яғни n тең синус альфа бөлінген синус бетта, n тең S бөлінген V формуласы болады. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Яғни бұрышты шыны призманың бүйіріне түскен жарықтың сыну құбылысы дейді. Яғни мына жерде қарасаңдар, яғни альфадан жарық түседі,
Yani üçburuştun büyüğüne жеткен uақытта уже сына бастайды. Yani сыну процесі жүреді. Так, енді қазіргі кезде тәжірибеде зерттелгенде бізде барлық заттардың сыны көрсеткіші кестеге қойылған. Яғни судың ауадағы сындыру көрсеткіші яғни 1,33-ге тең. Глицериндікі 1,47-ге тең, алмаздікі 2,42-ге тең. Қазіргі уақытта мұның кестені қолданып есеп шығарамыз. Так, бүгін мынандай осы тақырыпқа байланысты, сыну тақырыбына байланысты үйлермен шығармашылық, яғни тәжірибе жасап көрсеңдер болады. Яғни бұл Галилео Галилейдің тәжірибесі. Шыны түтікшені аласында стакан бар ғой, кәдімгі стакан жайлы. Стаканға су құйып, оның бетіне кастро майы жоқ болатын болса, сондыраған майларды құя болады. Енді сол арқылы құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа тақырып бойынша кері байланыс берейік. Жарықтан сыну дегеніміз не? Кім сұраққа жауап береді? Замира, айтамын. Екі бөледі шекара арқылы дегеніміз өткенде жарықтың таралу бағытының өзгерістің жарықтың сынуы деп атайды. Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ, сыну бұрышы дегеніміз не? Жауап береді. Әшия? Сынған сәулені Сынған сәуле мен екі ортанды бөлетін шекара орта сәуле Үтпендікілер. Жақсы отырабы. Келесі сұрақ, сынудың салыстырмалы көрсеткіші қандай? Ал жақсы Назира. N2 тең N2 бөлінген N1 тең B1 бөлінген B2. Жақсы отырабы. Төртінші, синел станын кім бізге тақта ашып жазып береді екен? Шерифудин. Міне бak. Тақта ашып жазады. Тең синус альфа. Альфа. Бөлу. Синус. Жақсы. Бөлінген. Так, келесі сұрақ, бесінші сұрақ, соңғы сұрақ кім жауап береді екен? Екі орта үшін ауа су, ауашығы заттың сындыру көрсеткіш формуласын бізге кім айтады? S дегеніміздің мағынасы. Яғни вакуумдағы жарықтың жылдамдығы. Жақсы отырады. Енді бүгінше сұрағымыз бітті. Қазірдегі жаңа сабақ бойынша есеп шығарайық. Бастаймыз есепті. Лағылтас жарық сәулесінің таралу жылдамдығын анықтаңдар. Екіншісі вакуумдағы жарық жылдамдығы 8 көбейтілген 5 дәрежесі километр бөлінген секунд. Алмастың сыныр көрсеткіші 2,142. Яғни алмастағы жарық жылдамдығын есептеңдер дейді. Яғни есепті өздерің шығарып бастаңдар. Шығара бердер ондарыңды. Кім шығарып кетеді бірінші? Сол тақтара шығып бізге есепті жазып көрсетеді. Экрандағыны көрсетіп алсаңдаршы бірінші. Берген жазып алыңдар бірінші. Кейін есепті шығара береді. Есепті кім шығарады? Рамил шығарады. Берілгенін әдемілеп жаз. Қалғандарын тақтаны көрсіңдер ма? Сіз білсіңдер өзіңдер? Шығардар өзіңдер. Тақтаны тексереміз.
İkincisi peki şu an kamyon hangisi tanıştırıyorsunuz? Evet, neredeyse yazılı ya. Diğer kenarda yazılı, düşün yazılı. Evet, gaz olsanız ben bu işi değil. Atladım. Taksime alalım, biraz daha hızlı alalım. Nasıl oldu? Beş tuttu. Nedir? Derecesi okul mu? Tamam oldu. Bir tapşırmasından. Paragrafın sonundağı 31. жаттығу 238 беттегі 31 жаттығу. Дәл бірінші рәмін шығарған сияқты тура сол формуламен есеп шығарған. Соны жөн шығарып беріңіздер.